Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Аида кино каналы. Мен каналыма қош келіпсіздер. Жалпы бүгін көп сұрау бойынша Инстаграмда және ТикТокта салған кезде вопрос ответтан Афра Сарычоглуға түсті. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Афра Сарычоглу, яғни Зимородоктағы тоже прям знаменитый, сол Зимородоктың арқасында көбіне таныла білген актриса Афра Сарычоглуға шолу жасайтын болғанбыз. Жалпы Афра Сарычоглу бұл 97 жылғы, яғни Рамазан Мертемирден 1 жасқа үлкен. На самом деле оның карьерасы жалпы Мерттен қарағанда ертерек басталған, яғни 2016 жылы 19 жасында басталған. Оның жалпы кино әлеміне келуіне көмектескен бірден-бір себепші ол анасы болған өзінің. Яғни ол телефонға, жаңағыдай анасының телефонына әдетте сондай видеоларды және де өзінің кезінде бір күшті актриса болған, соған еліктеп телефонына видеолар түсіретін болған. Жаңағыдай біреудің несі, жаңағы видеолары деген секілді, біреуге комедия жасап, или там біреуді салып деген секілді. Анасы бұл қырын байқаған. Жалпы Афраның жеке өмірі, жаңа ата-анасы кішкентай кезінен ажырасып кеткен, яғни белгілі себептерге байланысты. Но әкесі мүлдем оған көмектеспеген мүлдем. Сонымен анасы байқайды және ол студент болып енді бірінші курсқа барған кезде анасының таныстары арқылы ол кино әлеміне келеді. Яғни Стамбул туралы бір киноға түседі. Ол жерде қатты особо рөл ойнамайды, но оның карьерасы сол жерде басталады. 2016 жылы оның 19 жасында басталады. Сонымен солай ол түсе бастайды киноларға, отрывоктарға түсе бастайды. Біреудің қызы, сіңлісі болып түсе бастайды. Потом сосын Фазилет ханым және оның қыздары деген кино шығады. Ол жерде де тоже ол главный героиняның рөлін ойнайды. Яғни Фазилет ханым болады главный рөлде, и оның қыздары дегенде екі қызы болады. Сол жайында сол екі қыздың бірінің рөлін ойнайды бұл. Сонымен сол кино атып кетеді. Содан басталады оның карьерасы. Және де бұда түріктерде айттым ғой, жаңағыдай внешний видқа жаман қарайды, өте қатты қарайды. Внешний виді өте әдемі, светлая, көзі көк, ерекше, сондай. Жалпы түріктерде именно көзі көк қыздар ерекше бағаланады. Және көп актрисаларды бүйтіп қарайтын болсаңыздар, мысалы Неслихан Атагулья, ол да тоже көзінің цветі басқаша, но номер 1 актрисалардың бірі. Джемре Байсель, мысалы қазіргі шығып жатқандардан, оған дейінгілер де өте көп. Оларға жеке-жеке тоқталатын боламыз. Енді прям знаменитый, прям күшті нелерді айттым. Енді қазір Афра сол секілді, бұның да внешний виді, жаңағы сарылау, көзінің цветі басқа деген сияқты. Сонымен бұл внешний видтан да ұтып кетеді. Басқа қыздарға қарағанда өзіндік бір ерекшелігі бар, сол образбен танылады. Одан соң солай түседі. Және де осы Рамазан Мертемирмен, в общем, бұл Зимородокта екінші рет ойнайды, партнерский болып. Яғни учитель деген киноға түседі бұлар. Тоже ол жерде учениктардың рөлін ойнайды. Сонымен бірге Рамазанмен бірге түскен кезде белгілі бірге түскен сахналар болады. Сол арқылы екеуінің жарасымдылығын осы бір режиссер байқайды ғой. Сол арқылы Зимородокқа осы екеуі бірге шақырылады. Жалпы мысалы Рамазан Демирдің карьерасы сол Зимородоктан кейін басталса, бұл Афраныкі оған дейін басталған, но Зимородокта вообще атып кетеді. Ол кезде бұл Афраның ставкасы өседі. Жалпы жаңағыдай айтамыз, гонорары деп ше, сол гонорары өседі бұдан бұл. Сосын және бір айта кететін жақсы бір факт деймін, ол өзінің әкесінен кейін жаңағыда ешкімге сенбейтін болады. Потому что әкесінің опасыздығынан кейін тастап кетеді ғой, енді болады. Уже ешқандай жігітпен ара қатынас құрмайды. Бірақ соның өзінде, құрғанның өзінде бұл Мерт деген та бір киноға түскен, неде аты кім еді, ұмытып қалдым ше. Короче, неге түскен? Чукорге түскен. Аты кім еді? Тоже главный рөлді ойнайды. Папасы өліп қалады ғой. Атын білсеңіздер жаза кетіңіздер. Қазір суретін қойып қоямын примерно.
осы баланың досы болады, сол баланың досымен жүреді бұл Афра негізінде до зимородқа дейін. Сөйтіп осы бала жаңағыдай мертке ренжиді, Рамазан Демирге. Потому что бұл енді өзінің досымен жүріп жүреді ғой Афра, и осы зимородтан кейін өзгереді. Белгілі бір видеолары шығады, жаңағыдай бірге түсіп жүрген. Конечно, өйткені открыт сценалар болады, бір-біріне деген жаңағыдай бәрібір искра оянады ғой, сол үшін де зимородтан кейін бір жүріп кетеді бұлар, походу. И содан кейін тағы бір айтатын факт, Афраның өмірінде 2 жігіт болған, сол 2 жігіттің де аты Мерт болады. Яғни көп оқырмандары, хейтерлары тоже атаковать еткен кезде бұл тек қана Мерт дегендермен ғана сөйлесе алады, так что аттарың Мерт болмаса жазбай қойыңдар деген сияқты хейттар кете бастайды. Но ондай ешнәрсеге бұл онша не істемейді. Көп жерлерде открытияға или там предпоказға баратын болса, всегда айтады, менің личный өмірім деп көбінесе жауап қоюға тырысады. На самом деле ол қазір ешқандай қатынаста емес, ешкіммен ара қатынас құрмайды, но бұған дейінгі отношениялары сол Мерт деген 2 жігітпен болған. До этого жігітті ол особо танымал емес, бірақ жаңағы киноға түскен мына актердің досымен жүреді. До зимородқа дейін, 20-шы жылға дейін. Уже 20-шы жылдан кейін көп открытый сценалар болғандықтан, и бірге көп уақыт жұмыс істегендіктен, все-таки искра оянып, Мерт Рамазан Демирмен тоже сөйлесіп көреді. Енді қыз баласы болғаннан кейін өзіне ұнамай қалуы мүмкін, не болмай қалуы мүмкін деген. Жалпы адамның өзінің еркіндігінде ғой, сол себепті ол осы Мерт Рамазан Демирмен сөйлесіп көреді. Тіпті видеолары да бар. Сонымен қазір енді Шымкент бойынша ең Неслихан Атагүлден кейінгі актриса деп аталып кеткен актрисалардың бірі. На самом деле ол өте әдемі, нәзік, киноларға да күшті ойнайды, жалпы ешқандай неде қысылмайды, өзінде фобия ешқандай не жоқ, комплексы тоже жоқ, ол тоже дене бітіміне, өзінің диетасына деген сияқты жақсы ответственностьпен қарайды. Жалпы ұнады ма сіздерге Афра туралы информация? Келесіде қай актрисаға немесе актерға обзор шолу жасайтын боламыз. Жаза кетіңіздер комментарийға, және маған тіркеліп алыңыздар. Жалпы түріктің киноларын, актрисаларын айтатын боламыз. Және де Қазақстан болсын, кез келген кино индустриясына байланысты актер актрисаларға шолу, және де бір қандай екен ол, қалай екен деген секілді информация білетін боласыздар. Всем пока. Қазір шашым кептіріп, әдемі укладка жасап алайын.